компаниясының бортындамыз. Орнымызға жайғасайық. Біздің сабағымыздың тақырыбы қысқаша көбейту формулалары. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласын білу, екі өрнектің квадраттарының айырмасының формуласын есеп шығаруда қолдану. Яғни бүгінгі сапарда формулаларды қолдануды үйреніп қана қоймай, білім әлеміне саяхат жасаймыз. Жақсы, олай болса оқушылар, назарыңызды тақтаға аударайық. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сіздерді білім әлеміне бағытталған білім жүйесіне проводник жасанды интеллект қарсы алады. Бүгін біз бірге жаңа тақырыпқа саяхат жасап, білім көкжиегін кеңейтеміз. Бірінші кезекте сабақтың мақсатына назар аударайық. Бүгін біз жаңа білімді меңгеріп, оны өмірмен байланыстыруды үйренеміз. Саяхатымыз сәтті өту үшін барлық жолаушыларға төмендегі ұшақ ережелеріне негізделген сынып ережелерін сақтауды сұраймын. Назарды сабаққа бағыттау. Бір-бірімізді тыңдаймыз және сыйлаймыз. Уақытты тиімді пайдаланамыз. Қателесуден қорықпаймыз, себебі қателесуде ол. Барлық тапсырмалар дескрипторлар негізінде бағаланады. Бүгінгі рейсті сәтті аяқтау үшін әр тапсырмада сол көрсеткіштерге назар аударыңдар. Құрметті жолаушылар, сіздердің бүгінгі белсенділіктеріңіз біздің саяхаттың пайдалы әрі қызықты өтуінің кепілі. Білім жолындағы ұшуды бастаймыз. Сәттілік тілеймін. Жақсы оқушылар, осы саяхат барысында әрбір орындалған тапсырмамыздың дұрыс шешімі үшін қоржынымызға осы жасыл асықтан салып отыратын боламыз. Саяхатымыздың ең соңында осы қоржынымыздағы жасыл асықтардың санына байланысты қай топта ең көп жасыл асық болады, сол топқа осы әуе компаниясының алтын бонус картасы ұсынылатын болады. Сондықтан оқушылар, барлығын сабаққа өте белсенді болып қатысуға шақырамын. Жақсы оқушылар, ұшу алдында көңіл-күйімізді реттеп алайық. Олай болса, барлығымыз назарымызды экранға аударайық. Жылы эмоция сәтті сапардың кепілі. Олай болса, барлығымыз бір-бірімізге жақсы көңіл-күй тілеп, сабағымызды бастайық. Қанекей, бір-бірімізге көңіл-күй тілейікші. Рахмет. Бүгінгі сабақта жаңа білімге бағытталған қызықты ұшу болады деп сенеміз. Тамаша. Ары қарай, Өміржан. Ұшу барысында өзіңізді еркін сезініңіз. Яғни, толығыңызға айтайық, ұшу барысында өзіңізді еркін сезінейік. Ары қарата, Іңкәр. Жақсы көңіл-күй біздің мақсатымыз. Қарақат. Белсенділік танытамыз. Молодец, өте жақсы. Ары қарай, Айзере. Өзара құрмет көрсету және жақсы көңіл-күйде боламыз. Өте жақсы, тамаша. Ары қарай, Дастан. Сұрақ қоюға және ой айтуға толық еркінсіз. Еркін боласыздар, иә? Олай болса, балдар, ой белдіктерімізді байлап, назарымызды сабаққа бағыттайық. Сәтті ұшу, сәтті сапар тілеймін. Жақсы оқушылар, ары қарата біздің саяхатымыздың сәтті өтуі үшін бізге мықты команда қажет. Сондықтан әркім өзінің қай командада екенін білу үшін осы жерден келіп, чемодандарыңызды таңдай қойыңыздар. Кел, мына топтан бастап. Қай чемоданды басып қойып. Бірінші топ Эйр Астана тобы, келесі тез-тез қойып. Жібер. Бірінші топ Эйр Астана тобына барамыз. Келесі келеген шұнақ жылдан. Бірінші топ бұлда. Келе отырақ бер. Тоқсан келеген. Екінші топқа. Екінші топ Скат тобы. Кел тоқсан жылдан. Екінші топ Скат тобы. Кел Дастан жылдан. Үшінші топ Қалай Арыстан тобы. Мына топқа барамыз. Ислам. Аузбек аяқталын тұрып келер. Екінші топ тез-тез. Қыздар келе бер. Бірінші топқа барамыз. Келе бер. Үшінші топ Қалай Арыстан тобына әзірлер. Ақбота келе бер. Үшінші топ
topqa. Üçüncü topqa. Dayınlar. Devam. Dikkat geliyor. Yıkış topqa ayırmam. Dikkat. Üçüncü topqa. Dikkat. Zıplar arasından böyle. Жасал оқушылар, енді біздер ұшағымызға отыру үшін чекин, яғни билет тексеру рәсімінен өтуіміз керек. Яғни бұл жерде өткен сабақта алған білімдеріңіз, сіздердің билеттеріңіз. Үйге берілген есеп, нешінші себеді? Үшінші есепті көршіңізбен дәптеріңізді алмастырып, тақтада көрсетілгенді ұшырап беріп, одан істеге қояйық. Алмастыра беріңіз көршіңізбен. Ал бірінші есептің жауабы. Birinci sınıfın cevabı dış sağlamda. A-7 bölü A+7. Келесі, екінші септің жауабы. Плюс қой отырамыз дұрыс болса. Дұрыс па? Келесі, үшінші сеп. Дұрыс. Дұрыс па? С плюс 1,5, С минус 1,5. Келесі ағарай төртінші сеп. Дұрыс. Дұрыс па? Ағарай, бесінші сеп. Дұрыс па? Ағарай алтыншы сеп. Соңғы сеп қоя. Дұрыс. Өте жақсы. Жақсы оқушылар ағарай өткен тақырыпты қайталау үшін билетімізді тексеріп, ағарада тағы сұрақтарға жауап берейік. Кім келеді кәне? Сұрақ. Кел, досаң келе ғой. Досаңға қойылатын сұрақ. А квадрат минус Б квадрат формуласын ашыңыз дейді. Айтамыз кәне. А азайтылған В көбейтілген А Өте жақсы отырады. Келесі оқушы келеді. Нұрсая келе ғой. А квадрат минус Б квадрат тең А минус Б көбейту А минус Б. Қателесін табыңыз дейді. Қалай көз айта қойсын. Қалай дұрысы? Иә, екінші шашаңыз жүрді. Өте жақсы отырады. Келесі кім келеді? Сегіздің квадраты минус 5-дің квадраты. Формуламен есептейміз. Қалай олар? 8-ді 5-ді азайтамыз 3. Ал 8-ді 8-бен қосамыз 5-ге 13 қосқа. Сосын 3-бен 13-ді көбейтеміз 39. Өте жақсы. Дұрыс қоя балдар? Басқа қол көтерейік. Сізге сюрприз авиакомпанияда дейді. Жақсы. Келесі ақпаратта келесі кім келеді? Элеонора. Мына есептің қатесі. Екі жақшаның ортасы көбейту болады, иә? Сізге сыйлық аэропортта дейді. Есеп шығармай сыйлық аламыз. Жақсы. Өте жақсы оқушылар. Формуланы жақсы, өте жақсы меңгерген екенбіз. Олай болса, біздер енді дәптерімізді ашып, күннің жанын жазып, қысқаша көбейту формулалары деп тақырыпты жазып қояйық. Жақсы, бәрі болдық па жазып оқушылар? Жақсы, ондай болса біз биіктікке көтеріліп ұшу үстіндеміз. Біздің алдымызда күрделендірілген бұлттардың арасында тапсырмалар бар. Енді осы тапсырмаларға шешпестен бұрын күрделендірілген тапсырмаларға азаматтай мысалдар қарастырып өтейік.
Ал келіп тақтаға назарымызды аударайық. Бірінші мысал. 99,9 көбейтілген 100,1. Осы есепті қалай шығаруға болады? Қалай болады? Идея айтайық. Қалай айтамыз ол жерден? Бұл жерде біз а квадрат және минус б квадрат формуласын кету керек. Әрине бүгінгі тақырыптағы формулаға келу керек, иә? Ол үшін қайтеміз? 99,9 оннан 9 деген санды жуықтап 100 деп аламыз. Жуықтап болғанда қандай санға жақын бұл? 100. Мынау да 100 деген санға жақын, мынау да 100 деген санға жақын, иә? Олай болса біз әрқайсысынан 100 шығатындай өрлік құрастырамыз, иә? Мынау 100 шығу үшін не болу керек? 0,1-ді қосуымыз керек. Ал мынау болу үшін біз 0,1-ден азайтуымыз керек. Иә, яғни неден? 100-ден, иә? Сонда 100-ден 0,1 алсақ бізде не қалады? 99,9 100-ден 0,1 болсақ 100,1 шығады. Сонда берген екі көбейткішті осылай екі жақшаға жіктеп алдық. Енді бұл біздің бүгінгі кешегі өткен формуламызға келеді, иә? Бұны қарата қалай шығарамыз? Екі квадраттардың айырымын береді. Бұл бізде кәдімгі қарапайым есептеулермен біздің жауабы неше шығады екен? 99,199. Өте жақсы. Бұны мысал бойынша сұрақ бар ма балдар? Қарапайым, иә? Басында екі түрлі санның көбейтілсе, біз оны екі жақшаға жіктеу арқылы формулаға келтіріп алдық. Жақсы, өте жақсы отыра бай. Келесі қарата екінші мысалға қарайық. Мына мысалда айтамыз m-5 көбейтілген m квадрат плюс 25 үш жақшаның көбейтіндісі болып тұр. Бұны шығару үшін идея қалай? Кімде қандай идея бар? m азайту 5 көбейтілген m қосылған 5-ті біз бірінші формулаға келтіріп аламыз, иә? Сонда қалай болады бұл? m квадрат минус 25 болады. Мына нәрсені екі жақша менде мына түрге келді, иә? m квадрат минус 25. Ал сенде не бар? m квадрат плюс 25. Бұны да біз бірінші формулаға келтіреміз. Енді формулаға келтірместен бұрын біздің формуламыз қалай жалпы? a квадрат минус b квадрат a плюс b. Енді бізде бірінші өрнек не тұр a-ның орнында бізде? m квадрат тұр. Бізде жалпы мына жақша бойынша a-ның орнында m квадрат тұр, ал b-ның орнында 25 тұр, иә? Енді осы жерде бізде мынаның a-ның квадратына келтіру үшін a-ның квадратының орнында не тұр? m-ның квадраты тұр. Мен сол m-ның квадратын тағы да екінші дәрежеге шығару керек болады, иә? Сонда қалай болады? m-ның төртінші дәрежесі минус 25-ның квадраты неше? 25. Түсінікті ма мына мысал? Түсінікті ғой, иә? Барыңызға өте жақсы отырады. Келесі үшінші мысалға қарайық. Тиімді тәсілмен қалай есептеуге болады мына мысалда? Тиімді тәсілмен. Басқа. Іңкәр айтады. Қалай тәсілмен шығарамыз? 24-ті 26-ға қосып, Яғни 24 пен 26-ның қосындысын аламыз, сосын айырмасының бөлімінде 19 пен 9-ның қосындысын, сосын айырмасын аламыз. Солай ма кетсеміз ғой, иә? Неке, сонда біздің есебіміз мынандай түрге келеді. Арқарата енді қалай болады? Бұл кәдімгі есептеулер ғой, иә? Мынау ендеше де береді 26. 28. Бірінші жақшадан екінші жақшадан 80. Мына да бірінші жақшадан 28. Мына жер түсінікті ма бәрімізге? Олай болса аппаратта енді біздің бұрынғы білетін есептеу, иә? Қысқа болады. Есептің жауабын табамыз екен. Осы жерден не қалады? 80-дің 10-ға қатынасы қалады, 28-дің қысқа қалады. Сосын жауабы бізде 8 болады. Және түсіндік қой, иә? 28-дер кетті, 8-дің 10-ға қатынасы қалады, ол бізде нешені береді? 80. Сонда басында мына түрде келген есепті біз ықшамдап мына түрге алып осы жолға түссек, ары қарата есеп шығару бізде оңай болады. Сонда бізде бүгінгі формуланың көмегімен есепті өте оңай жолмен шығарып кетуге болады екен, иә? Түсінікті ғой? Жақсы. Енді ары қарата мынадай тапсырма. Төртінші мысал. Біздерге мынадай тапсырма берілген. Бөлменің қабырғасы мынау. Бөлменің қабырғасы. Осы жерден бөлменің қабырғасынан бос бөлменің ауданын табыңыз дейді. Бөлменің қабырғасының қақ ортасында картина ілініп тұр. Маған осы бөлменің қабырғасының бос ауданын табу керек, бос бөлімнің.
Қабырға, бөлменің қабырғасы да бізде шашы пішіндес, картинада шашы пішіндес, қарап отырсақ. Қабырға шашы пішінді, қабырғасы 3 метрге тең. Картинада шашы пішінді, қабырғасы 2 метрге тең. Енді сіздерге сұрақ, қабырғаның қанша бөлігі бос қалды? Енді бұл есепте осы бүгін өтіп жатқан формуламызды қалай қолданып тез шығаруға болады? Иә, рахмет. Бұл жерде біз 3-тің квадратынан азайтамыз 2-нің квадратын. Бұл жерде 3-тің квадраты 9 болса, 2-нің квадраты 4. Сонда 9-дан азайтамыз 4-ті тең болады 5. Иә, біз жалпы 3-тің квадраты дегенде мына қабырғаның ауданы, иә? 3-тің квадраты қабырғаның ауданы. Қабырға деген қандай ар қоямыз? Яғни оны қабырғаның ұзындығы ар болса, яғни ол 3 қой. Оны квадраттасақ, біз осы шашы пішіндес қабырғаның ауданы шығады. Содан біз картинаның ауданын ескеріп ұстауымыз керек. Азайтамыз. Картинаның қабырғасы неге тең? Яғни оның квадратын азайтып тастауымыз керек. Сонда бізде а квадрат деген а деген неше? 3-тің квадраты азайтылған бұл дегені 2-нің квадраты. Енді осыны екі жақшаға жіктеп көрейік, қалай болады? 3 азайтылған 2. Осы формуланың көмегімен кез келген есептеулерді шығара алады екенбіз, күнделікті өмірде де қолдана алады екенбіз. Ал жақсы оқушылар, саяхат кезінде біздер қызықты сәттерді фотоға түсіріп жүреміз, суретке. Олай болса, бүгінгі саяхат барысында біздер фотоаппаратымызбен бүгінгі өткен формуламызды жадымызда сақтап, сол арқылы есептерімізді әрбіріне шығарайық. Енді әркім өзінің қасындағы жұбымен бірге есеп шығарайық осы жерде. Мына топтан Дастан мына топтағы Алиханмен жұқтаса ғой. Наурызбек Қарақатпен жұқтаса ғой. Жылдамдатайық. Енді тақтаға назар аударайық. Бірінші жұп Өміржан мен Жігер. Мына есепті жылдамдатып шығарып, біреуіміз көзбен суретке түсіріп, екіншісімізге айтып, жылдам жауабын көрсете қойып. Келесі Қарақатпен Наурызбек келесі тапсырманы ала қоямыз. Нұрсая мен Іңкар жұбы 3-ші тапсырма, Айзере мен Эленора 4-ші тапсырма, Нұрахмет пен Ислам 5-ші тапсырманы ала қой. Келесі Алихан мен Дастан 6-ші тапсырманы, Досан мен Ақбота 7-ші тапсырманы. Мына жерде дискриптор көрініп тұр балдар. Квадраттар айырма формуласын дұрыс таңдаймыз. Сандық және айырмалы коэффициентті дәрежеге дұрыс шығарамыз. Сіз бөлу дәрежелермен амалдарды қатесіз орындап, соңғы нәтижені жазамыз екен. Енді осы жерде жұбы жоқ оқушы бізде кім? Аружан, саған бөліктесін әжері ғой, осы мына ашылар көрсете ғой, дәптеріңіз. Болған оқушылар бар ма? Бізде бұл 3 балмен бағаланады, байқап отырсақ, үшеуінде жақсы орындаса 3 қасықты ала аламыз. Апай болды. Болды апай. Болды апай. Тәлім болдың. Бірлесіп досымызбен. Білімді бөлсек көбейеді. Білімімізді бөлсек досымызбен. 100, 4 жақсы. Тағы келесі кім? Сыныда квадратқа шағанда, дынада 2 дәрежеге шығамыз керек. 6 дәрежелі. Жақсы болған сыртында. Сонда бізде 2 аспан аламыз, соңғы koyup жүрдер. Uyumay шығарып өтті. 16. Неге бояп жүрді мына жерде неге? Қандай емалты мына жерде? Бізде не тұрады? Азайту тұрады. Азайту, иә? Дәрежеге шығарғанда дұрыс.
qaraydi. To'g'iz. Bizga qo'yiladi. To'g'iz tashlaganlarim A'ning da kvadrati, so'ng buning da kvadrati deb. Ya'ni A'ni tashlamiz, qo'yishdi. Şimdi bunu da şarkı. Şu şarkı yapıyoruz. Biraz dikkatli verin. Bu haberimiz. Tak, arayacağım bunu. Şimdi fotoğraf olmayı. Kuşlar, bu yaxşı, bence yaxşılardan temiz. Yedi aparatda to'liq жұмыс. Ya'ni bu yerda ekipaj o'zining mardini saqlash uchun o'zining to'g'rina bergan topshirmani жылдам chiqaruvi kerak. Birinchi topqa. Avtobusga kelib qo'yadi mana o'sha qaytadan. Birinchi topqa topshirmasini birinchi top fildan spinisip deydi. Birinchi top bizda shundan qarab, ikkinchi top bu yerda 5ning o'rnina 4 ta qo'yamiz. Bunda bizga necha bo'ladi ekan? 20 metr. 20 bo'ladi ekan, durust. Kelasi. Bu yerda qancha yerda bo'ldi? Ana kvadratdaman, ya'ni bu chaqshaning ichida 3 ta, 5 ta 3 ta bo'lib ketgan. 3 ta bo'lgan, ya. Durust. Yaxshi. Так, bizga bu diskret bo'yicha necha payda? 3 payda. Hayat stil oldu bizde. Asal kuşlar aparatda arkadaşımız göz bilim bildiğimizge sekiz tasarmalar bize orada A dengeli tasarma bize kolumuza aşağı 31'de 6 kesip o kesipke tahtaga kelip çıkarmamız gerek. Birinci, ikinci, üçüncüsünü çıkarayım. Her toptan bir kuştan geliyor boyayacak. Buna toptan kilit olmamız bir kilise ikinci sevgim kilit. Dostan geliyor. Kilise üçüncüsüne buna toptan ilanlara geliyor. Bu bitişlerde formula arkalı posunda nemisi ayrım türlü yazıp yani esirtmemiz gerekir. O esirtmede çıkarsa bizler sanırım fotoğrafların ayrım formulasını tahmin edip yani onu kuvvetliğe nemisi kesip gönderip neticenin katesiz esirteydi. Tahtadan burun bulan oluşlar belgilere koyunca ne keserim? Bulan koparım sayı
қосамыз. 100-ден 3 аламыз. Өте жақсы. Дұрыс. Енді осыны формулаға сала аламыз. Тақтада бұрын болған оқушылар ма? Кәне тексере берейін. Шығара бер. Oldu mu apay? Так, мына жерде 100 қосу 3, 100 алу 3 дедің, иә? Өшіне түсіндің ғой, иә, өзің? Енді осыны қайталап біз қоссын мына жерде. Енді бізде формула бойынша келіп қарайтын болсақ, 103, мынауын сірә 97 қайттан шығады ғой. 100-дің квадраты неше болады? 10 мың. Так, 3-дің квадраты 9. 10 мыңнан 9 алсақ, 9990 дұрыс отырады. Бізде ме? Формуланың көмегімен оңай шығады, иә? Так, 100 қосу 2, 100 алу 2. Так, бізде 110 мың минус 4 дұрсақ отырады. Так, 10 мың алу 1, 9099 дұрсақ. Өте жақсы. Бұл деңгейде есебіне тақтада тапсырмаларды орындаймыз. Маған 3 топтан бір x минус 2y, x плюс y. Орнымыздан шығарып болсақ, ол көтеруге болады шығар. Количество здесь. Формула сол халде бөлмекті x квадрат минус 4y квадрат. Дұрыс. Жақсы. Келесі. Бұғандар бар ма тағы? Бұғандар болса, біз өтеуілік. Апай болды. Апай квадрат минус. Дұрыс өте жақсы. 25 соның квадрат. Апай болды. Соңғысына кәркелі ол. 100 квадрат минус. Анау бұл деген қой амын есапты бұл. Так, мына бізде азайту болады. Түсінбеген. Тағы бар ма болғандар? Алтын ересек жібері. Апай болды. Аның несі болады бізде? Аңда квадраттағы ұмытып кеткен жүр, иә? Жақсы. Жақсы отыра ғой. Адам қателесіп кетті, иә? Түгел тақтаны жазбалауға қалдар? Болды. Отып барасың? Жақсы. Оқулықта 31-де 22-ші есеп, 5-ші, 6-ші есебін шығаруымыз керек. Ол студент елесеп 2 ұпайға бағаланған.
саяхат біріншісіне Айзере айтырсың. Қысқаша көбейді формулаларын қолданып, жақшаларды ашамыз, өрнекті ықшамдаймыз. Айнымалы сары мүшелерді теңдеудің бір жағына жинақтап, түбірін дұрыс табамыз. Ал орнымыздан болғандар болса көрсетуге болады дискриптор бойынша. Балдар көріп отырмыз ғой, дискрипторды осы бойынша жұмыстанып, білген оқушысы маған айта қойды. Квадрат деген бар, x квадрат 2x минус x квадрат минус 2x тең 4x тең 2 дұрыс өтеп жауабында жібере. Жақсы, қарақаттың есебін қарап алайық, балдар. Сұрақ болса қойыңдар. Түсінбеген жерлеріңіз қарап жіберіңдер. Сұрақ бар ма? Листімді қасиет бойынша мына жақшаны ашты, екінші жақшаны қысқаша көбейту формуласы бойынша ашты, иә? Түсінікті ма бәрімізге? Жазып ала қояйық жылдам. Тұрау, қарақат өткен жақсы. 4x квадрат минус 4x минус 4x квадрат. Формула бойынша бізде минус 25. Бірақ, мына жерде не тұр бізде? Плюс 1, иә? Плюс 20. Осы жерде плюс болады, сонда жауабы сәл өзгерейік тұр ғой. Апай болды. Апай болды. Апай менде өткен болды. Жазып алайық біз қараған кезде. Екіншісі болды ма Айзере? Айзере болды ма? Айзере'nin farkı болды? Мен алды. Жақсы. Айзере уже шығарып болған бізде. Өте жақсы Айзере. Түгел болды қабалар? Жақсы ал. Олай болса, біздерде бүгінгі сабағымызда әлемнің барлық жерін шарлап шықты. Енді әр жұрттан жинаған білімдерімізді қорытындылайық. Картада берілген әр нүктеге сәйкес келетін сұраққа жауап беру өтейікші. Апай, бүйтейінші. Ең бірінші бізге картадан бір елді таңдайық. Мына елдің аты қалай? Кім айтты? Ақбот айтау. Ал, бұның сұрағы. 16 а квадрат минус бұның 8 дәрежесі. Екі жақшыға жіктейікші. 4 дұрыс. 4a Минус b бұның неше дәрежесі? 8 дәрежесі бар. Бұл бірінші жақша, екінші жақшамыз? 4a қосылған b-ның 4 дәрежесі. Келесі сыйлық деп кім бізде? Нағыз деген. Келесі басқа деген орады. Қайсы елді? Сін айта ол. Анау ма? Бұл қай мен сұрақ қояды? Бұл қай ел? Африка. Сының алты дәрежесі минус 9x4 дәрежесі. 3 дәрежесі азайтылған 9x квадрат. 3 дәрежесі қосылған 3-тің x2 дәрежесінің квадраты. Америка, иә? Ал айта ғой. Мынау қалай болады екі жақшамен? Екі жақшамен жаңа шығарды, иә? Осындай есепті? Дұрыс. Екінші жақшамыз?
30 қосылған 29. Дұрыс. Жігер бізге мынау қай ел? Орталығы, иә? Орталық. Бұл жерде бізде санға байланысты мақалдар. Австралияда бізде қандай сұрақ келді? Санға байланысты мақал мәтел. Жетірек өлші, өте жақсы. Ана, шығыс Еуразия. Қайсысы бізде? Мына жер, иә? Батыс Еуразия. Бұл бізде Европа, иә? Сол апай. Ал. 100x-тің квадратын өзі y-тің 8 дәрежесі. Екі жақ жаға жіктейік. Апай, көбейтсеңші. 100 деген нешенің квадраты? 10-нан 10. Y-тің неше дәрежесі? Дұрыс. Еш жақсы. Y-тің 4 дәрежесі. Өте жақсы. Жақсы оқушылар, барлығымызда өте жақсы атсалыстық, иә? Енді бізде қону алаңына жақындаппыз. Бүгінгі саяхат барлығымызға ұнады ма? Кім өзін нағыз капитан сезінді? Немесе кімге көмек керек болды? Осы жерде сабақтан кейінгі алған білім багажымызға не алдық? Кері байланысты беріп өтейік. Білім багажы. Айзере бастап келейік. Барлығы түсінікті ма? Сұрағың бар ма? Түсінбедің бе? Барлығы түсінікті. Сабақ ұнады, өте жақсы. Келесі ақпаратта Өміржан. Өте жақсы. Апай. Аружан. Ешқандай сұрағым жоқ та? Апай. Өте жақсы. Мен бүгінгі сабақта барлығын түсіндім және де сабақ өте жақсы керемет өтті. Өте жақсы. Наурызбек. Жақсы. Өте жақсы, иә, белсенді қатысыңдар. Ағара Ислам. Тамаша. Ақбота. Жоғары деңгейде. Жақсы, тамаша. Барлығы түсінікті бүгінгі сабағына Жігер айтады ғой. Өте жақсы. Енді топ бойынша медальдарымыз ашықтарымыз санайықшы, топ бойынша. Қай топта? Скат тобына біздің әуе компаниясының бонус картасы сыйға беріледі. Бұны келесі сабақта алуға болады, иә, жеңілдікті. Бұл видео тапсырма. Оқулықтан 31-де 13-ші есеп. Сосын екінші тапсырма былай. Өмірмен байланыстырып тақырыпқа өзіңіз есеп құрастырыңыз.
қарастырыңыз. Әркім бір есеп қарастырып келеміз, иә, өніммен байланысты.